Мен өзіме контент жасай алмаймын. Маған түсіру қиын, идея жоқ. Мне лень снимать. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, осы проблемалардың шешімін алып кетеріңіз сөзсіз. Ең бірінші, өзіне контент істегісі келетін адам смыслын түсіну керек. Неге сіз контент істеуіңіз керек? Просто так камера алдында сөйлей берсеңіз, билей берсеңіз, ән айта берсеңіз, одан не пайда сізге? Вы это хоть поняли? Біріншіден, стоматолог өзіне контент істеу арқылы не пайда істей алады? Клиент алып келеді, подписчигін көбейтіп, узнаваемость алып келеді, репутация. И в конце же ол бизнесін, өзінің услугасын көбірек адамға ұсынып, көбірек ақша таба алады. Өзінің бизнесі жақсы, өзінің репутациясы, өзінің лицосы әдемі кетіп жатыр. И в конце олда ақша көп. Менің де кейсімде бұрын стоматологиядан түсірген болатын. Ол жақта да контент түсіріп жүрдім. И получается, мен түсірген видеолар арқылы клиенттер келеді. Ол жақта бизнеске өте үлкен пайда. Қарапайым экспертке, психологқа, продюсерге, SMM-шік, таргетологқа не пайда? Конечно же, өзінің продукттарын әдемі сата алады, қымбатқа сата алады. Егер сенде контент качественный, при этом креативный болса, сенің аудиторияң, сенің сататын продуктыңа өте жақсы сенеді. Ал продажа қай кезде болады? Егерде эмоция и доверие болған жерде. Осы екі нәрсе болған жерде, конечно же, продажа болады. Ал оны саған контент алып келеді. Контент, Reels, TikTok, YouTube. Любой жерде контент ол контент. Ол қазіргі 21 ғасырдың мұнайы. Мысалға, мен түсірген рилстардың біреу ғана менің экспертіме 5 миллион теңге алып келді. Представляете, сондай нәтижелері бар жұмысты сіз өзіңіздің контентіңізге қолданбайсыз ба? Қалайша сіз просто мүмкіндіктерді жіберіп жатырсыз. Мен контент істей алмаймын, маған лень, что подумают другие. Сіз просто мүмкіндікті жіберіп жатырсыз, не снимая контент. Ал егерде өз блогыма келетін болсақ, мен өзім видеографпын, және де басқа да эксперттерге, бизнестерге реклама, креатив, рилстар түсіріп беремін. Мен өзіме біріншіден клиенттерді тартамын. Маған клиенттерім, болашақ клиенттерім, сіздікіндей видео қалаймын, маған да осындай контент керек деп менің услугама жүгінеді. Екіншіден, мен өзімнің продукттарымды ұсынамын. Қалай рилстарды түсіру керек, қалай монтаждау керек, қалай әдемі камераға сөйлеп, как же хорошо преподнести тема людей, сценарий бойынша өзімде продукт сатамын. Сол бойынша қызығып маған болашақ оқушыларым келеді. Осы екі бағытты смысл ретінде ұстап, мен контент істеуден ұялмаймын да, қысылмаймын да, депрессияға түсіп кетпеймін, не түсірем деп идеяны туып қиналмаймын да. Просто менде смысл бар. Осы нәрсені түсініп алу керек. Екіншіден, конечно же, ол әсер ететін факторлар. Достарың не дейді, енді бастап жатсаңыз, конечно же. Басқа не ойлап қалады? Мен Инстаграмда негізі күшті сөйлегенмін, өмірде ондай емеспін, өмірде мен ұяңмын, ұялшақпын. Значит, мен Инстаграмда да сондай образда болуым керек. Жоқ. Инстаграмдағы ол образ және персонаж. Инстаграмдағы тор, оян деп жүрген эксперттердің өзі өмірде ешкімді оятпайды, былай айтқан кезде. Өмірде әдемі кәдімгі адам сияқты сөйлейді. Сол үшін де Инстаграмда, әлеуметтік желіде персонажыңызды тауып, сол арқылы адамдарға қызықты бола аласыз. Ал егерде өмірде қандайсыз, өмірде мейірімдісіз, өмірде ұялшақсыз, Инстаграмда, әлеуметтік желіде де солай болсаңыз, сіз просто так ешкімге қызық емессіз. Сол үшін де өтетін персонажды тауып алыңыз. Ал егер достарым не дейді, анау ол уже туфта, мен оны қозғағым да келмейді. И, конечно же, үшіншіден сізде білім жетіспейді. Неге идея жоқ? Өйткені мына жақта насмотренность жоқ. И потом же түсіретін техникалар, сөйлейтін сөздерді құрастыратын, сценарий құрастыратын навык жоқ. Былайша айтқан кезде бір видеоны түсіру үшін созып, керек емес сөздерді айтып, өзіңіздің қалауыңыздағы сөздерді айтып қажет емес. Сіздің аудиторияңыз естігісі келетін сөздерді подбирать етіп сценарий жазу, бұл оңай нәрсе емес.
конечно же, оңай, көп практикамен келетін нәрсе. Контент план жазуым керек, бір айға мен бүйтуім керек, процесс работы, о моем бизнесе, о себе. Ол қай ғасырда қалып кеткен контент пландар. Қазір өтіп жатқан нәрселер чисто сіздің аудиторияңызға немесе широкая аудиторияға қызықты темалар. Мысалға, мен контент түсірудің техникалары деп бастадым ғой, бірақ та контент түсіріп жүргендерге қарағанда контент түсірмей жүрген адамдар көп, немесе контент түсіргісі келетін адамдар көп. Сол үшін де мен осы видеоны соларға арнаймын. Сол үшін де көбірек адам көріп қалуы ықтималдылығы жоғары. Контент түсіріп жүргендер олар түсіріп жатыр итакта, а мен түсіргісі келетіндер массаға шыққым келеді. Сондай мышлениемен ойлап, алдағы контентіңізді сол бойынша құрастырыңыз, идеясын, сценарийін. Сол кезде көбірек қаралым, көбірек кликбейт, көбірек продажа болу ықтималдылығы жоғары. Егер де сізге ақша алып келетін контенттің жолдарын білгіңіз келсе, менің Instagram аккаунтыма өтіп, контент сөзін жазып кетсеңіз болады.